Тәуелсіздігіміздің тірегі, тұрақтылықтың кепілі, егемен еліміздің әр азаматының бас бостандығы мен құқығын қорғайтын ата заңымыздың 20 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз еңселі болсын. Еліміздің әр азаматы, әсіресе өскелең ұрпақ ата заңымызды ардақтап өссін. Әр отбасына ауызбіршілік, береке, ынтымақ тілеймін. Ел іргесі аман, абыройы асқақ, келешегіміз кемел болсын. Жиырма жылдығы менен барша халқымызды, қазақстандықтарды шын жүректен құттықтаймын. Осы конституциямыздың ғұмыры ұзақ болсын. Ел басқарып отқан асыл азаматымыздың саясаты жүргізіп отырған бұл барлығымызға қолайлы, тұратын халықтардың бәріне де қолайлы. Қазақстанда өмір сүру емін еркін. Осының конституциясы мен ойлаймын, барлығына үлкен бақыт қояды. Тәуелсіздігіміздің тұтқасы атанған ата заңымыздың 20 жылдық мерекесі құтты болсын ағайын. Ертеңімізге қызмет жасайтын ер азаматтардың елдігімізді танытатын ата заңымыз мәңгі жасай берсін. Барша қазақстандықтарды осы ұлы мерекемен шын жүректен құттықтаймын.